Ілияс ақын артына халқының рухани өміріне өшпес асыл мұра қалдырып кетті. Ілияс Жансүгіров 1894 жылы Талдықорған облысы Ақсу ауданында дүниеге келген. Әкесі ескіше сауатты адам болған. Ақын алғаш білім, тәрбиені өз әкесінен алған. Кейін медреседе, онан соң Ташкенттегі қазақ-қырғыз мұғалімдер курсында оқиды. Ілияс білімін әрі қарай жалғастыру мақсатымен Мәскеудің журналистика институтын бітіріп шығады. Ол әдебиет ісіне белсене араласады. Өлең жинақтары бірінен соң бірі жарық көреді. Оның шығармалары өмірінің өзінен алынған терең мағынаға толы. Оның бірі «Дала» поэмасы. Ілияс Жансүгіровтің «Дала» поэмасы қазақ халқының өмірі мен рухын кең дала бейнесі арқылы суреттейді. Поэма қазақ даласының кеңдігі мен әсемдігін көрсетуден басталады. Ақын даланы халықтың анасы, тіршіліктің бастауы ретінде бейнелейді. Шығармада қазақтың көшпелі тұрмысы, киіз үйлер, мал шаруашылығы және табиғат көріністері анық сипатталады. Дала халықтың өткен тарихының, бастан кешкен қиындықтары мен қуаныштарының куәсі. Ақын дала арқылы қазақ халқының еркін мінезін, кең пейілін көрсетеді. Поэмада табиғат пен адам бір тұтас деп беріледі. Дала халықтың рухын сақтаған қасиетті мекен ретінде көрінеді. Шығарманың негізгі ойы туған жерді сүю, ұлттық құндылықтарды құрметтеу және оны болашақ ұрпаққа аманат ету.